Сәлем достар! Сіздерге қызықты әрі пайдалы видео дайындап қойдым. Егер ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, бірақ неден бастау керектігін білмесеңіз, бұл видео сізге арналған. Мен сіздерге ағылшын тілін тез және оңай үйренуге көмектесетін ең тиімді лайфхактарды бөлісемін. Видео соңына дейін көрсеңіз, ағылшын тілін үйренуге деген ынтаңыз арта түседі. Лайфхак 1. Сериалдар мен фильмдер арқылы үйрену. Сериалдар мен фильмдер ағылшын тілін үйренудің ең қызықты тәсілдерінің бірі. Алдымен субтитрлерді қосып, сөздерді есте сақтауға тырысыңыз. Содан кейін субтитрлерсіз көріп, тыңдау қабілетіңізді жақсартыңыз. Мен өзім Friends сериалын көріп, көп жаңа сөздер үйрендім. Ал сіздің сүйікті сериалыңыз қандай? Комментарийге жазыңыз. Лайфхак 2. Тілдік қосымшаларды қолдану. Duolingo, Memrise, Quizlet сияқты қосымшалар сіздің күнделікті тіл үйренуіңізді жеңілдетеді. Бар болғаны 10-15 минут бөліп, күн сайын жаңа сөздер мен грамматиканы үйрене аласыз. Лайфхак 3. Тілдік орта жасау. Ағылшын тілін үйренудің ең жақсы тәсілі күнделікті өміріңізге ағылшын тілін енгізу. Мысалы, телефоныңыздың тілін ағылшыншаға ауыстырыңыз. Әлеуметтік желілерде ағылшын тілінде контент оқыңыз. Инстаграмда ағылшын тілінде мотивациялық беттерді оқыңыз. Менің сүйікті бетім English Learning Tips. Лайфхак 4. Shadowing әдісі. Shadowing дегеніміз ағылшын тіліндегі аудио немесе видео тыңдап, сол сөздерді қайталау. Бұл сіздің сөйлеу қабілетіңізді жақсартады. Blackpink әндерінің мәтінін қайталап айту арқылы менің айтылымым жақсарды. Rose'дің әндерін жаттап көріңіз. Лайфхак 5. Музыка арқылы үйрену. Музыка ағылшын тілін үйренудің тағы бір қызықты тәсілі. Ән тыңдап, мәтінін оқып, жаңа сөздерді жаттап алыңыз. Blackpink'тің How You Like That әнін талдап, жаңа сөздерді түсініп көрейік. Қазір біз қарапайым диалог жасаймыз. Мен сұрақ қоямын, ал сіз жауап беріңіз. Дайынсыз ба? What is your name? How are you today? Өте жақсы. Күн сайын осындай қарапайым диалогтарды қайталаңыз. Сіз білесіз бе? Ағылшын тілін білетін адамдардың жалақысы 30%-ға жоғары болуы мүмкін. Сондай-ақ, ағылшын тілін үйрену сізге жаңа достар табуға және шетелде оқуға мүмкіндік береді. Достар, бұл лайфхактар сізге пайдалы болды деп сенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода қандай тақырып көргіңіз келеді? Комментарийге жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.